шағым елестей өте шыққан. Ана дөңнің астында деп шығып кетіп, жеткізбей қоюшы еді сағын қуған. Көкдомбақтың суын ішсең, дәмі шекер, алыста жеткізбейді деуің бекер. Жақсы көңнің өзеніне шомылған соң, өткен өмір есіңе түсе кетер. Заман деген зымырап өтеді екен, өткендей Жансейіттің өткелінен. Жоғарыға қанша рет талпынсаң да, бұзау төбенің төбесіндей алас екен. Сағынамын Талсайды құрдастарым, қалмаса да күтетұғын туыстарым. Көргенде үшіншімен қылыштың орындарын, көзіңе жас келеді екен шырақтарым. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі мынау талсайлық жерлестер, бәріңіз у-шуы біріңізбен жаңа келісіп жатқандай, сол мынау отырысымыз қабыл болсын. Бүгінгі мынау жиналып отырған себеп негізі осы кейінгі кезде біздің мынау Талсай ауылынан мынау көп жастар дүниеден өтті. Содан бір ой келді, осындай бір ас беріп, дұға қылып жіберейік деген. Біз негізі мынау Астанада тұратын талсайлықтар деген өзі бір басқа бөлек диаспорамыз, бір 1000-жарымдай ғана адамбыз. Мынау 3 миллиондай тұратын астаналықтардың ішінде. Бірімізді біріміз танитын, алыстан сыйласатын, қуанышымызды, қайғымызды бөлісіп жүретін, сондайда ғана кездесетін. Бүгінгі мынау келгендеріңізге үлкен рахмет. Мынау әді ерте бастап жатырмыз. Бүгін қазір 1:30-ға дейін, 1:30-2-ге дейін мынау асты бітіруіміз керек. Сондықтан да қазір бәріңізді тілек айтқыларыңыз келетін шығар. Қазір бір дұға оқылады. Сол негізгі себеп. Екінші, қазір осы талсайлықтардың ішінде басқа жерден имам іздеп жүрмеу, өзі бір имам сайлап алу болды. Негізі мынау талсайлықтар деген бірін-бірі ұмытпайтын өзінің Талсай деген группасы бар. Өзі сол талсайлықтардың қоры бар, онда бір 3 миллиондай ақша жатыр. Сол бір үлкен бір партия сияқтымыз бөлек. Мен мынау қазір жастарға бәріне қарап қуанып тұрмын. Шәке, сіз қазір өзіңіздің бір неңізді айтып жіберіңіз, сол бастай берейік де. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Алла құрметті ауылдастар, мына бүгінгі жиналып отқан себебіміз Аллаға құрбандық шалып, Алладан жалбарынып сұрану. Я Раббым Алла деп. Сол себепті осы бір отырыста басымыз қосылған уақытта ауылдың бір шешілмей жатқан шаруаларын айтып ортаға салайық. Ол бірінші шаруа Талсайдың басына сол жердегі тұратын адамдардан бір имам сайлап алайық дегенбіз. Соған менің өз ойым Қажыбеков Қайрат деген бала. Баяғы Қажыбек марқұм Қаратайдың баласы.
екіншісі Естай Берзат деген бала. Үшіншісі Жұматай Қасенов. Осы үшеуін сөйлесіп, ақылдасып, солардың біреуін имам қойсақ Талсайға деген ниетіміз. Екінші сұрағымыз, ауылдағы бұрынғы қонақ үйі бар ғой, контордың қасындағы. Соны қонақ үй көп оңдап қойсақ. Әйтеуір осы тұрған ауылдан бәріміз барамыз сол жаққа Құран оқытуға, әкелеріміздің басына. Сондайда анай мұнай деп жүрмей, сол қонақ үйден табыла қойса, жата қалатын қып. Соны қыста сөніп тұрса да жазда қолданатын қып, ремонтын бәрін жақсылап жасап, солай істеп қойсақ деген сөз. Енді бір үшінші сұрағым, осы жақта осы Талсай қауымы жиналамыз ғой көрінген жерде. Сол жерде Алла бетін аулақ қылсын. Сонда да имам қылып ортамыздан екі адам сайласақ, біреуі Мұса, екіншісі Думан ініміз. Ол кісілерді кәдімгідей өз ортамызға бекітсек, әр қарай олар жастар кішкене білім алып, әр қарай өздері жақсы алып кетеді деп ойлаймын. Енді мынау келіп тыңдағандарыңызға, қатысқандарыңызға рахмет. Қазір үлкен ас болады. Соның алдында мен бір дұға оқиын. Рахман-рахим. Ауызу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи роббил аламин ар-рахман-рахим малики яумиддин. Яка нағбуду, яка настағин. Ихдина сиратал мустақима сиратал лазина анғамта ғалейхим ғайрил мағзуби ғалейхим алазалин. Асбахна ва асхабал мульку лиллах. Алхамдулиллах. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах. Лахул мульку ва лахул хамду ва лахул ва хуа كل شيء خدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من الشر ما في هذا اليوم والشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وغазабын фил қобір. Я Раббым Алла, осы жерде оқылған сүренің ұғымы, Ва Раббым, мен сенен күннің жақсылығын және одан кейінгі келетін жақсылықты сұраймын. Әрі осы болатын жамандықтан және одан кейінгі жамандықтан қорғауыңды сұраймын. Ва Раббым, мен саған жалқаулық пен жаман қалде картаюдан қорғану үшін жүгінемін. Мен сенен тозақтағы азаптан және қабірдегі азаптан қорғауыңды сұраймын деген екен. Раббана субхана раббика раббил ғиззати ғамма ясифун ва саламун ғалал мурсалин алхамдулилла раббил ғаламин. Или амин я жаратушалла. Осы оқып атқан сүрелеріміздің сауабын, беріп атқан Алла, шалып атқан құрбандығымыздың сауабын Алла ата-бабаларымызға, осы отырған жамағаттың о дүниелік болған үш жұртына Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат. Алла беріп атқан Құдай асымыз қабылдыққа жассын, бастарымызға амандық, дендерімізге саулық берсін, басып келген қадамдарыңыз сауаптан жассын. Алхамдулилля раббил ғаламин, бирахматикар рахмин амин. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мынау мұсылманшылықтарың бар, имандылықтарың жоғары, сен үлкен, біздің Талсайдың үлкен имам болып есептелесің шырағым. Думан екеуің. Арттарында көмекші болып, имандар көп қой. Соған көмектесші болып жүреміз. Мынау үлкен ағаларымызға қазір келеді. Мынау кім қайдан келді? Кім ақырын айтып отырып, соны айтып отырақ. Мынаның ішінде
Сартай аға, сіз осы жердесіз бе әлде Кастиктен келдіңіз? Кастиктен келдіңіз бе? Осы жердесіз бе? Кастиктен келдіңіз бе? Сіздің анау соны жақтан әдейілеп келгеніңізге сол үлкен рахмет. Далабай аға, сіз Қорғалжынан келдіңіз ғой, да? Или осындасыз ба? Құтты болсын. Қазір тәтсеш енді танысып өтейік, біздің мына үлкен ағаларымызды да. Ақырын тілек айта берейік, да? Мынау Теңіз районында үлкен лауазымды жұмыс істеген осы мына Қанаш апамның баласына Қаппарлы Имаштан бастайын деп тұрмын, да? Бір тілек айтып бересіз бе, Имаш? Қандар, аға, іні, бауырлар, жеңгейлерім, мына енді ұйымдастыру тобына Шабанбай мен Мұсаның бастаған топтарына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Бұл әр жерде әртүрлі ғой. Ерекше былтыр жыл біздің Талсай өңіріне қиын болды. Жастарымыздан айырылып қалдық. Соның бәрін еске алып, Шабанбай мен Мұса Талсайдың басын қосып, дұға оқытайық. Алладан сұрайық, жастарымыз, елдің азаматтары аман болсын деп. Тілектерін қабыл болсын, әрқашанда дегенден тілектерін қабыл болып. Енді не дейміз, Талсай өңірі совхоз басталмай тұрып, өзі о жақта біраз азаматтар еңбек сіңірген. Арнайы совхоз ашылғаннан кейін бәріміз бір ел болып тұрдық сол жақта. Біз енді о жақтан оқу қуып ерте кетіп қалдық. Бірақ дегенмен Талсайды біз ұмытпадық. Әрқашанда жүрегіміз сол Талсай деп соғады. Оның ішінде ағайын туысқандар көргенде бір ерекше ғанибетке бөленеміз. Сол жақтағы енді алғашқы Талсайдың директор болып, совхозды басқарып, құрылысты басқарып, Талсайды Талсай қылып ашқан менің білуімше Қозыбағар ағамыз болған, атамыз. Содан кейін жақсы қызмет жасаған Қопабаев Мағжан атамыз, сондай ақсақалдардың рухына тағзым етіп, біз енді арнайы жиналып отырмыз. Енді не дейміз, о жақта біздің әке шешемізді қызмет жасап, еңбек сіңіріп біраз Талсайдың соңғы жылына дейін сонда болды. Әкең өлсе де көзі көргенін өлмесін деп, әкеміз ерте қайтыс болса да, сол ағайын туысқандардың арасында біз жетімшілік, жесірлік білмедік. Ағайын туысқандар бізді құрметтеп, сыйлап, кішкентай кезімізден шешемізге көмекші болды. Барлықтарыңызға рахмет. Осы отырған ағайын туысқандардың әке шешелері бәрі осы Талсайымызда көз алдымызда болды. Соны енді аруақтары риза болсын деп аттарын атып өтейін енді. Айыпқа бұйырмаңыздар. Қасенұлы Қаппарға, Смағұл қызы Қанаш шешеме, Айтмағамбетұлы Орызбек жездеме, Орызбек балалары Шаймерден, Мұхтар, Амантай, Мұхамедия, Рыспай атама, Рыспай баласы Толқынбек ағамы, Садығұлы Әбсәмат атама, енелеріме Әлпеш Әтимаға, Әбсәматұлы Мұхамедияр қайнағама, арнайы Талсайдың ақсақалдары болған менің көзімше, енді атын бәрін, әкелерінің аттарын білмеймін, бірақ енді атап өтейін енді. Қайыржан атамыз, Қаңтарбай атамыз, Әлжан атамыз, Әбілқадыр атамыз, Күмісбек атамыз, Қойшыбек атамыз, Жақан Рахан атамыз. Осы ата аталмай қалса, аруақтары кешіресіздер. Аруақтары риза болсын, жатқан жері жайлы, топырақтары торқа болсын. Алладан рахмет, пайғамбардан шапағат. Барлықтарыңа Алла осы ақсақалдардың ұрпақтары аман болып, Алла дендеріне саулық беріп, еңбектері жемісті, табысты болуында нәсіп етсін. О Тәңірім құдірет, бата тілегімізді қабыл ет. Рахмет, тыңдағандарыңызға.
Құрметті қауым, мынау бүгінгі болып жатқан жақсы айтылып отқан тілектерге бәріне қосыламыз. Жаңа кім сөйлеп өтті? Ауызбіршілік өмірдің бар жақсылығын мынау бас қосып бүгінгі жиында жақсы тілектер жаңа айтылып жатты, естіп отырдық. Бәрі қабыл болсын. Бар жақсылықты тілеймін сіздерге. Құрметті ағайын туысқандар, алдымызда үлкен болып өскен үлкендер, ақ жаулықты аналар, біраз уақыт алсайда бірге жұмыс істедік, қызмет істедік, жақсы жаманды көрдік, біраз уақыт өтті, өмірдің талабына қарай, заманның ағынына қарай, бәріміз, барлықтарыңыз Астанаға көшіп, Елордаға келіп, қоныстанып, қызықтап өмір сүріп жатырсыздар. Алла ұзағынан сүйіндірсін деймін. Барлығымыз міне басымыз қосылып, жастар қоштап, Құдай беріп жатырмыз. Соны қабыл қылсын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, үлкендеріміз аман болып, үлкендер әр уақытта соңында еріп келе жатқан жастарға тілекші болып отырған үлкендер. Сондықтан барлықтарыңызға зор денсаулық болсын. Мынау сайланып атқан бүгін иманымыз, кешегі Толқынбек ағамыздың баласы, талай ауылда болған, жаназасын шақырған Толқынбек ағамыз адамдардың көзі көрген баласы, міне бүгін бұрыннан бері, жасынан бері өзі осындай мұсылман несіне беріліп, ақ тілегін әр уақытта айтып жүреді. Ізгі тілектерің қабыл болсын, тілектеспіз, амандық болсын. Ұзағынан сүйіндірсін, осындай бірлігіміз жарасқан ел болайық. Жаңа мұсы айтты ғой, Талсайда біраз Қазақстанның аумағынан жиналып отырған, бірақ осындағы арылым асамды адамдардың санына келсек, осы Қорғалжын, Торғай, жақын аудандардың адамдары осында жиналсақ та, қызығымызды, қуанышымызды, қайғымызды бірге ортақтасып жүріп жатырмыз. Әрмен қарайда соған жазсын Алла, соған тілектеспін. Мен әділе осы келіп отырған немін, бір жаңа мен де осыған қоштағам. Әр уақытта амандық болсын. Талсай орында ел аман, жұрт тыныш. Өз жұмысын істеп, қалған адамдар өмірін сүріп жатыр. Жақсы жаманды көріп жатыр. Амандық біз. Шапайдың айтып кеткеніне жаңа мен көптен бері сол жерде отырмын ғой. Елді ел қып ұстап отырмыз. Дискоклубты, қалған орынды, акимат, школ, мектеп, өз көргендеріңіздің бәрі орында тұр. Қаншама ел көшті, үйлері қалды, орындары тастап кеткен жердің бәрін шығарып, 12.000 тоннадай мен өз басым лично сол мусорлар шығарып, ауылдың көшесін тазартып, қолдан келген еңбекті жасап, ел болып жүріп жатырмыз. Өздеріңіз келіп көріп жүрсіздер. Сол дискоклубқа елдің қара шаңырағы деген мен ат қойғам. О да біз өзіміз сосы жастардың той өтті, қызықтар өтті, қаншама адамдар тілек айтты, қаншама сайлау, сондай жағдайларды соның басына өткізді. Сол азаматтардың бәрі өшірді отыр, қызықтаған. Ел жұртымыз сіздер боласыздар. Соны құлатпай, аманеттен ұстап, евро ремонтын жасап, атамеленесін жүргізіп, бәрін орнына қойып қойдық. Акимат бар, бәрі орында тұр. Алла тәуба, әрмен қарай көмектесем деген адамдар болса, пожалуйста көше берсін. Енді молды жағына айтатын болсақ, Шапай, сен елде ел бар, елде адам бар, акимат бар, басқарып отырған азаматтары бар. Сен ақылдасуың керек, сөйлесуің керек. Мына жерде мынандай болып жатыр, бүйтіп жатырмыз деп, ол кішкене артықшылықта болады отырмады, өзім ойлап отырмын. Әр нәрсенің өзінің орны болады. Біз көптен бері осы
молданы ауылға бір қояқ деп үйді алып, көмірін, жалақысын, суын, светін бәрін өзіміз шешеміз, береміз деп қари келтегеміз көп жұмыс істегенбіз. Бірақ адам таба алмады. Көп ауылдағы азаматтармен сөйлестім. Жаңа Қажыбектің Қайратпен бірінші сөйлестім мен. Одан Жанаттың інісі болды, Айдар деген. О да осы дұға қылып жүрген азаматтардың бірі болатын. Қазір ол бүгін мұнда жоқ. Оған осына медреседен келіп, мен орынға келісіп, жатқызып, 1-2 ай оқытып, білім алып, қазір екінің бірі молда бола беруге болмайды. Әр нәрсенің қадірін кетірмеуіміз керек. Ол молда кішкене оққан, білімді болу керек. Көптен бері не болу керек? Аяқ астынан молда бола салатын адамдар көп қазір. Мен сол Айдармен сөйлесіп, келісіп, үйге барғаннан кейін жаңағы бала бас тартты болмайым деп. Одан Қайратқа айттым, көп азаматтар айттым. Олардың бәрі болмайым деп маған берді уәдесін. Мен соны білем, Шапай. Біз ән жерде ел қып отырмыз, жер қып отырмыз. Әруақтар жатыр, әруақтарға дұға қып отырмыз. Әрі шеке береді, өздерін сияқты. Сол сияқты жағда айтта бастарында зираттың басына барып, өз басын барып, солардың жақсы жаманды біз өткізіп жатырмыз. Соңғы 20 жылда міне. Ол істелген еңбектің бәрі сол жерде отырған азаматтардың еңбектері. Сонымен санасуымыз керек, Шапай. Екіншіден, әр нәрсенің тұрған, қиратпай сұра тұрған оның өзің адамдары бар. Солармен ақылдасу керек. Жаңа гостиница туралы айтатын болатын болсам, мен айтайын тоқетерін. Оның өз жерде Талсайда орыстар тұрып атқан жоқ. Өз жерде кеше көрген өздеріңізбен бірге болған үлкендердің балалары тұрып атыр. Ешқандай орыстан келген адам жоқ. Бәрі қонақ жайлы. Келгенде түсесіздер, кетесіздер. Ешкім есігін жауып тұрған жоқ. Қойын соят, омыртқасын берет, ақ жауып, майын берет, қаймағын берет, оны өздеріңіз көріп жүрсіздер. Бұл жерде гостиница туралы қандай болуға, шаруа болуға тиісті. Әр нәрсе орнымен болу керек. Өз жерде бәрі қонақ жай, ел жүріп атқан. Сондай жағдай. Әр нәрсені ауылмен ақылдасып, ауылға болғаннан кейін. Біз бәріміз ортақпыз, уайым қайғыда бірге жүреміз. Мынау іс шарамыз әрмен қарай жалғаса берсін. Тілектеспіз. Беріп атқан құдайларыңыз қабыл болсын. Әр уақытта. Жортқанда жолдарыңыз болсын, жолдастарыңыз қыдыр болсын, дендеріңіз сау болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Мына азаматтардың жаңағындай әрекет жасап атқанда әр уақытта мен қосыламын. Қабыл болсын. Ал құрметті ағайындар, мына Таусалдың азаматтары, жеңгелер, апайлар, шешелер, міне ақжаулық аналар өте әдемі отырсыздар. Міне бір қатар әдемі біздің Талсайдың міне апайлар отыр. Бәректеріңізге осы сауаптан болсын, әдемі болыңыздар. Өмірді әдемі өтіп, әдемі өскен қандай тамаша. Енді мен де сол ауылдың бір мүшесімін. Ол кезде менің әке-шешем сол Талсайда, мынау Оразбек ағамыз бар ғой, жаңа Қарасайда туғанмын мен. Негізі сол Талсайдың туғанмын, сол жерде өскенбіз, біз әке-шешеміз сол жерде қой баққан уақытында мынау кімдермен бірге. Сондықтан мен сіздерге сол ауылдың азаматы ретінде жақсылық тілеймін. Осындай той болсын, конечно, осыны бұл тойдың бірі ғой бұл енді. Еске алып отырмыз аталарымызды, әкелерімізді. Сол кезде міне жаңа әдемі сөз айтып кетті міне сіздің ауылдың азаматтары. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Сол жерде өткен Қантарбай аталарымыздың аруақтары сол жерден бастады, сол Талсайдың азаматтары. Содан кейін міне жаңа ұмытылып айтылмай кетті, біздің Шапайдың ағасы Аякең ағамыз сол жердің талай қызмет істеді. Сосын директор школы жаңағы біздің кім еді? Мәжит Тұрлыбеков ағамыз міне сол жерде талай еңбек етті. Кейіннен жаңа Қозыбағар ағамыз сол жерде талай еңбек етті. Міне соның арқасында міне қанша Талсайдың азаматтары міне қазір еліміздің түкпір-түкпірінде әдемі қызмет істеп жатыр. Сондықтан қайырлы болсын, еліміз аман болсын. Жаңа айтылған Шапайдың айтқан нелері дұрыс бәрі, бірақ енді сондай ауылда бір әдемі жігіт бар шығар, әлі өседі. Жас өспей ме, жарлыбай ма дейді. Ертең ауылда сол билейтін бір жақсы сол ауылдың жігіттері болсын, бола берсін. Біз де сол Талсайдың бір мүшесіміз. Қазір сол жақта мен де қазір бір өзіме бір жер алып, сол анау қылышта жұмыс істеп жатырмын. Сондықтан да мен де сол Талсайдың бір азаматы болып, соның бір жаны болып, жолдастары болып ойлаймын деп ойлаймын. Сондықтан сізге сәттілік тілеймін.
бастарыңыз аман, деніңіз сау болып, әрқашанда осындай аппақ аналарымыз жасай беріңіздер. Осы нені құрматқан жігіттерге көп рахмет айтам. Осындай азаматтар бола берсін елімізде. Құрметті дұғаға келген азаматшалар, сөз тыңдамаса сөз жетім, құс қонбаса көл жетім дейді. Ет, шай бәріңнің үйлеріңде бар шығар деп мен ойлаймын. Бүгін бастарыңды қосып, мына үлкендер қалған. Үлкендер жағы бітті ғой, көздерін көріп отыр. Ең үлкенімен осы жерде отырғанымыз. Бұдан да үлкендер бар еді ғой бәріңнің орталарыңда. Батасын беретін, тілегін айтатын, қай-қайсыңның басқан аяқтарыңа тілек тілейтін. Сондықтан мына сөз тыңдаңдар. Мен сол мына үйімді ұйымдастырып отырған жігіттер мен жігіттерге көп рахмет айтам. Мынау ортамыздан шығып, қалғандарымыздың басымызды қосып, ертең біз де кетеміз. 80-ге жақындап қалдық осы жерде отырған біраз ақсақалдар мен кемпірлер. Бізден кейінгі міне балалар, бізден кейін істеген балалар, осыны көріп өскен балалар ертең өздері із қалады, айта жүреді. Бізді айтпаса, көз көрген бала шағамызды айтады деген сықылды. Мына көп рахмет ұйымдастырушыларға. Дұғаларың қабыл болсын, ниеттерің дұрыс болсын. Енді мынау Талсай деп айтамыз ғой, Талсайды бұрынғы жақсы қалған әруақтарға бәріміз, осы отырған бәріміздің атымыздан тегіс жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын, риза болып жатқан шығар. Көзіміз көрген, біз енді мен өзім сол Талсайдың тұрғынымын, сол Талсайда туып өскемін, жұмыс істегенмін. Менен кейінгі істеген жастар біледі, балалар емес, кейінгі жастар біледі. Кішкене жігіттер әңгімені үйлеріңе барып айтасыңдар әйелдеріңе. Сондықтан тыңдау керек. Біз сол жерге міне 80-ге келіп қалдық деп отырмыз ғой. Біздің көзіміз көрген, кешегі айтып атсыңдар. Қайыржан, Тоқжұманов Қайыржан, Мақаев, Қаңтарбай, ана Болкин, Үлгібай, Болкин, Бөлкі Өмірзақ атамыз. Кімді айта берейін? Бәрін қолымыздан көрсін. Айтайын деп атырмын ғой бір. Алтынның әкесі, Қазақ СССР-ның бірінші депутаты Жакупов Рақан деген, мына жерде көрмеген қыздар, көрмеген жігіттер барсыңдар. Бәрінің жатқан жері жайлы болсын. Енді Омар Бәбілқадыр, менің әкем, Дүйсебеков, Ертай атамыз Ленин орденді, менің әкем еңбек қызыл ту орденді. Енді айта берсем, өте көп ақсақалдар менен аналар өтті. Біздің әке шешеміз, менің осы отырған жерде қыздардың әке шешелері, аға інілері, апа сіңлілері қалды. Көп адамдардың бізден кейін емес, бізбен қатар жұмыс істеген, мына Тоқболатов Хамит ағамен бірге істедік, Уашып Қоқаша ағамен бірге істедік, Тұрлыбеков Мәжит ағамен бірге істедік. Ана менің құдам Әшмұханов Айжарқын. Енді айта берсе бәрінің аттарын көп, менікі қалып қойды демеңдер. Менің өз қолымнан сол кісілердің бәрімен жұмыс істедім. Гайнелянов кім дегенмен жұмыс істедім. Көп адам Мәнсүрмен жұмыс істедім. Кімді айта берейін, айта берсем мына жерден сіздер шықпай қаласыздар. Кеше есімнен бәрі есіме түсіп еді. Бүгін айта беретін уақытым көп. Мына Болашов, Сартай Болашов, кім әкесінің аты, тағы Болашов, көп Қабиденов Боранбай, Қондыбаев Әбілда. Енді кімді айтайын, анау кешегі боранда, 68 жылғы боранда, бір күнгі, 2 күнгі боранда, анау кімнің Қанаттың әкесі Молдыбаев, Қанаш бір күнгі боранда кетті мысалы. Сол еңбегінің арқасында, еңбек еткен, мына жерде отырған кейінгі жастардың еңбектерін, ол кісі менің әкем Желеуов Шылымбай. Енді айта берсем, расында көп адамдар, көп бізбен кейінгі жұмыс істеген адамдар да көп. Анау кімдің кейінгі көп адамдар, Бейсеніп, анау кімнің Тұрардың әкесі, біздің аталарымыз, анау кім, Садықов кімнің, Кәрбайдың әкесі, Сағидолланың әкесі, Жантөр атамыз. Енді айта берсем, енді кешіріңдер, атын атап отырмын, келінмін ғой, келінмін, әрі қызымын. Барлығының жатқан жері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын, жандары жаннаттан, тәндері рахаттан болсын. Енді көп тілегім, көп әрине, барлығының атынан сөйлеп жатырмын.
тілегім қабыл болсын. Кейінгі жастарға Алла ғұмыр берсін, бақыт берсін, бақ берсін, жамандық көрсетпесін, бәрін қызық көріңдер. Мына алдыларыңдағы үлкен шалдар мен кемпірлерді шығарып салыңдар, жастар ғұмыр кеше беріңдер. Сонымен қатар мынау жаңа кім Шабанбай бір сұрақ қойды. Мына Талсай біздің туып өскен жеріміз ғой, барғымыз келеді, қыдырғымыз келеді, топырағын иіскегіміз келеді. Рыспай естіп отырсың ба? Топырағын иіскегіміз келеді. Жаңа айттыңыздар ғой, молда имам сайлаймыз деп. Оны әрине елдегі адамдар біледі ғой, молдалық деген оңай шаруа емес, оны оқу керек, білу керек, біреудің аманатын көтеру керек. Мысалы, біз сайрап тұрмыз, сайрағамен көп білгенімізден білмейтініміз көп. Молда деген біздің, енді мен біле қоймаймын дін жағын, біздің күнәларымызды деушіміз, соны ертең Құдай бетін аула қылсын, біраз білмегендерімізді білдіреді. Мына бір үстел сөйлей береді екен. Сондықтан, молда сайлау, имам сайлау, Рыспайдың сөзі дұрыс. Еліне барып, сайлап, ақылдасып, өзі шешеді. Бірақ мына қонақ үй дегенді Рыспай қарағым естіп отырсың, мына естімейді қолын жайып. Рыспай, мен сізге айтып отырмын, біз сол елден кеттік. Рыспай, енді сен, менікі артық болса кешір, бірақ біз сол елден кеттік. Мысалы, мен өзім 35 жыл қызмет істеп, пенсиямен кеттім. Елге барайық десек, мысалы, сіздің үй бар шығар қарсы алатын, ана Жұматай ма, тағы жастардың үй бар, қалған кімнің үйіне барып шай ішеміз деп отырамыз. Мына шашымыздың ағыны шығарып деген сықыл. Сондықтан сіздің қолыңыздан келеді, ел болып, мейлі осы жердегі ақша жинасын, бір қонақ үй жасаңыз. Бізге ел үшін, оған ренжімеңіз, біздің аналық, апалық тілегіміз. Барғанда жата қалатын, шай қайнатасыз ба, газ қайнатасыз ба? Анау біздің конторымыздың жанында үлкен қонақ үй болушы еді ғой, баяғыда ана Бекеттің Әлжанова Тілеулес деген болған сонда. Енді біздің сұрағымыз, жастар енді барған әлгі далаға қонады, өзеннің жанына қонады, жыл жерге қонады. Бізге барғанда үлкен адамдарға дұрыс жер. Алла көруге жасты сөйтейік. Енді тағын айтам, айтатын тілегім көп, қабыл болсын, жамандыққа кездеспейік, тек қана жақсылыққа кездесейік. Бүгін бір той құсатып, мына дұғаны жақсы ұйымдастырып атсыздар жігіттер. Қабыл болсын. Енді ниеті қабыл болсын, мына молдалыққа дейма, сайлап атқан азаматымыздың. Құдай жамандықтың бетін аула қылып, тек қана жақсылықта кездесейік. Ой, рахмет, жүз жасаңыз. Әмин десең маған, бата бердім саған. Берейін жақсы батамды, кешірсін Алла қатамды. Адамыз адам пайғамбар, 4 имаммен шақарияр. 88 машайық, 99 сәдуар. Осы айтылған тілекте әулелердің бәрі бар. Күшей төгер білегін, қуан төгер жүрегін, мал бастарын даман қып, берегір Алла тілегін. Тастырқаның кеңейіп, өсе берсін өрісің, кісіден қажет сұратпай, табылс үйден жемісің. Асыңа адалдық берсін, басыңа амандық берсін, өліге иман берсін, тіріге береке берсін. Алла не берсе, қайырлы береке берсін. Әумин. Осыны Шабанбай ағамды әуре қып жүрміз, осы мынау дайын молда отыр ғой, мынау Кәркен ағам үлкен молда. Ал Ағаларымыз, апаларымыз, ата-бабамыздың көзін көрдіңіздер, әке-шешемізбен бірге қызмет істедіңіздер. Оның бәріге сіздерге үлкен алғыс, үлкен құрмет. Ол біріншіден. Мына жиын жиналып отырған Шабанбай ағамыздың ниетімен басталды. Өйткені қаншама ағаларымыз кетті, жол апатынан болып кеткен оқиғалары болды, балалар жетім қалып жатыр, жас балалар кетті. Оның түгелі біз адам болғаннан кейін біз төке Аллаға тәуба қылдырамыз. Ол өйткені адамның өмірі адамның қолында жоқ. Алла тағалаға өлік болсын, той болсын, разы боламыз. Сол разылығымызды білдіртіп, сол үшін жиналып отырған жайымыз бар. Екінші сұрақ, молда жайы деді. Мен міне сіздерге анда-санда былай жиналып жүрмін. Әкемнен қалған сауатым бар, әкемнен келген ташпық кітабы бар. Атам да сіздердің ауылда бірінші молда болған, Ырыспай атам.
Одан кейін Толқынбек әкем да болды. Сол Толқынбек ағамның, әкемнің бас кезінде осындай бір оқиғаны айтайын. Қаржыбек ата үлкен ақсақал болды, ауылдың имамы болды. Сонда мен кішкентай баламын. Жаңа мына Имаш ағамыздың үйінен шығып кетіп бара жатырмын. Сонда мен бір 6-7-тегі баламын. Қаржыбек атаға сәлем беріп тұрмыз. Қаржыбек ата сонда әкеме айтады. Әкем сонда бір 40 жаста ғана шығар, Толқынбек әкем. Қаржыбек ата айтады: "Әй Толқынбек, ертең біз қартайып жатырмыз. Біз өргелгеннен кейін бізді жерлейтін сендерсіңдер" дейді. Сонда Құранды кім оқиды? Сендер оқисыңдар дейді. Сонда ана мен әкемді коммунисті шауып жүргенде сен коммунист бол деп тұрған жоқ. Ақыретін ойлап жатыр. Осы өмірде артынан қалған сауатты біреу оқысын. Ол адамды сынаған емес, ол адамды неткен емес, алға тартқан емес, ол адамға артын ойлап тұрған, және анаған имандылық құйып жатыр. Бұл отырыс асып тасығандық емес. Бұл отырыс өлгенге дұға жасайық, артта қалған балаға із қалдырайық деп. Ал артымызда шариғат бойынша бір сөз айтайын. Мына сіздерге бір насихат айтайын деп тұрмын. Бірақ менді сынап отыратындарыңыз бар, сол үшін айтайын. Молда болсын, жай адам болсын, көктен түсіп, осы жерде насихат айтатын болса, 13 шарты бар. Ол адамды тыңдайсыздар ма, тыңдамайсыздар ма? Ол адамның бірінші шарты дейді. Өйткені мен насихат айтып тұрып, может, ата-бабам адам өлтіріп, ұрлық жасаған шығар, білмейсіздер ғой. А қазір бізде жан-жақтан жинаған, Астана болғаннан кейін югтан да келген бар, арқалықтан да келген бар, ан-жақтан бәрі бізге насихат айтады. Сонда біз дәп-дәкөй ауылдың елі болып тұрып, арамызда біреу сауатымыз жоқ па? Сонда әке шешеміз Құран оқымады ма? Ата-бабамыздың несінде намазында тұрып, мұсылман деп қол жаймадық па? Сол себептен имандылыққа жақындаған ниетіміз бар. Сол ниетіміз барлығы қабыл болсын. Екінші шарт айтады. Екінші шарт. Сөзін байқаңыздар дейді. Жаңағы насихатты айтып тұрған адам сөзін байқаңыз, сөзі ісімен келеме дейді. Содан кейін ол адамға үшінші шарт бар. Нәпақасын қайдан тауып жүр дейді. Ол может насихат айтып тұрып, может мен ұрлық істейтін шығар мына жақта. Содан кейін оның тағы бір шарты бар. Ол адам дейді, сұлтандарға жұмыс істемесін дейді. Сұлтандарға жұмыс істеген адам өзі нәпақасын қалай тауып атқан екі шарты бар. Сондықтан сол үш шартты қарайсыздар. Сол шарт дайын болса, онда имамнан да ешкімнен рұқсат сұрамайсыздар. Шариғаттың жолымен жүрген адам болып саналады. Ол осы біздің жиынымыз. Сосын осы отырының жиынын 10 сөзді бір сөзбен түйіндесем, хадисте былай айтылған бар. Аллаға мойын ұсынушылық дейді. Алла тағаланың үлкен қазыналарының бірі дейді. Ал сол қазынаның ашылатын кілті ол дұға дейді. Ал сол кілттің тістері адалас дейді. Сондықтан бүгін жиналып отырғанымыз Алла құлшылық етіп дұға жасайық деп отырмыз. Соның кілті адалас жайып отырмыз. Сол астарымыз, дұғамыз қабыл болсын. Рұқсат болса бір дұға жасайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Айяка нa'буду ва ияка настаин. Ихтина сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idha hadaytana wa hab lana ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana jami'ul nasli yawmin rayba fihi inna Allahil mi'ad. Allazina yakuluna amana akhir lana dhunuba wa hinna zabannar. والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار. شهد الله لا إله ملكوته
وأولو الخيمم بالقسط لا الله عزيز الحكيم إنا دين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد جاءهم العلم بغيا بينهم وما الله سريع الحساب كل الله ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعيذ من تشاء بيدك الخير ولا كل شيء قدير تولج النهار في الليل والترزاق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Пайғамбарымыз, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям рухына бағышладық. Осы жердегі әмин деп қол жойып отырған Талсай орындарда жатқан арбақтардың руқтарында, осы Астана маңайында Илинкан орнында жатқан, Талапкер орнында жатқан барша біздің бауырластарымызға, қайын жұртымыздың, туыс-туысқандарымыз, көрші қоландарымыз рухтарына бағышладық, Алла тағала әлдилеп. Тіршіліктегі білместен құнаға телектерін Алла тағала бір өзіне жалбарынып сұраймыз, Алла тағала біліп білместен құнаға телектерін кешіргейсін. Алла денімізге саулық, жүрегімізге иман, істеген ісімізге береке, көзден, тілден, жол, табиғи от, су апаттарынан Алла тағала сақтап нәсіп еткейсін, Алла тағала. Өкқан Құранымызды, дұғамызды қабыл еткейсін, берген асымызды қабылдыққа жазғайсың. Алла тағала келесі жиналған жиынымыз Алла тағала қызық қуанышқа ғана жайылсын, Алла тағала. Екі дүниенің рахатына бөлінуге Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Раббана атина фид дуния хасанат ва фил ахирати хасанат ва қина азабан-нар бирахматика рахим. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Ай, Думан бауырым, сен бар ғой. Мынау Мысырдың сонау Дамаскіден бітіріп келген молдалардан үлкен молдасың, сен бар ғой. Біз сені дұрыс қабыл болсын, Алла нұр жаусын. Біз дұрыс сайлап отырмыз сені. Сені үлкен молда шығайын деп тұр, Алла қаласа. Бәріңіздерге бір сәлем бердім. Міне, Жандарбек атайым сіздерге Талсайдың азаматтарға, Талсайдың кісілеріне үлкен сәлем айтып жатырмын. О кісі көзіне операция істеп, қазір үйден шыға алмайды. Бірінші сол сәлемді айтайын деп отырмын. Екінші мынау Талсайдың азаматтарына бүгін көп рахмет. Алладан қайтсын. Бүгін өте жақсы. Бүгін біраз кісілермен көрісіп, енді жаңа айтты ғой Имаш Капарыч, әке мен шешен өлсе де көргендер өлмесін деп. Міне Бәтима тәтие отыр, мамамның қасында біздің көршіміз. Міне мен бухгалтерияда істегенде Рыскен тәтие бәрі қанша талай нәрсені сіздерден үйрендік. Сондықтан міне басымды иіп, көп рахмет айтам. Алладан қайтсын. Енді Талсайда біз көп тұрмасақ та, Талсайдың жері де, суы да, Талсайдың міне кісілерді сіздерге өте бізге сыйлайсыздар, ыстық бізге. Енді Талсайға бір барып, Талсайда барып келгенде, орысша айтқанда энергия алып келеміз. Сондар аман болыңыздар. Міне Талсайдың үлкен аға, апалар, сіздердің жолдарым міне жастарға берсін. Көп рахмет бүгінгі міне организаторларға. Міне өте ризамыз. Мен анау сіздің Раққан атаның бір жақсы білем, бір кашаба ма, бір крылосы бір темір, сондай бір әдемі өзі, сондай бір не болады, сол арбамен жүріп қойып жатқан ба сол кісі? Құдай, соны. Ол әкеміздің еңбегін енді оны айтылды ғой, жаңа Рыскен бәрін айтып кетті. Мынау жастар ұйымдастырған ұйымдарың мінекей қабыл болсын. Алладан қайтсын осындай мінекей біздің әке шешеміз ұрымбытақ біраз жері сол Талсайдың қорымында жатыр. Әрбағы риза болмай, тірі байымайды дейді. Мінекей ниеттерің осындай дұға оқып, біз осы дұғаға енді анау жаққа енді біреудің енді жағдайы болады, біреу жағдайы болмайды. Сондықтан мынадай көп әрбақтарға Құран оқып атқандарыңыз, осындай ұйымдастырғандарыңыз Алладан қайтсын, еңбектерің мінекей енді осы қабыл болсын, ниеттерің. Мынау енді мен
жаңа бәрін айтып кетті ғой. Талдысайдағы жатқан бүкіл арбақтарды бәрі біледі. Әкемізді, шешемізді, әкелеріңіз дәмдес болғандарды барлықтерің білесіңдер. Оны қайта-қайта айтып жатып отқан жоқпын. Жаңағы ұйымшылдықта айтқан бірінші мына бір мәжілісте әлгі ортамыздан, енді бізді жасымыз келіп қалды ғой, ана жаққа жақын қалдық. Сондықтан жаңағы имам сайлайық, молда сайлайық деген, ол соның бір түйінін шешіп алсақ екен. Енді менің өзімнің жүрегімнен, өзімнің ниетім, менау жаңағы Мұса болсын, Думан болсын дегенге қосылам. Мінекей Алланың сіздерге берген жақсылығы не шығар, халықтың, енді ол бәрімізге қазақпыз ғой, мұсылманның жолдықтарын енді қабыл болсын. Сол сіздердің ниеттеріңізге жаңағы молда болсын деген неге мен қосылам. Соның ниеті балайық. Содан кейін жаңа айтып кетті, біз енді Талдысайға бара қалсақ, ете қалсақ, жаңағы көз көргендердің бәрі кетті ғой. Жастарды қазір біз өзіміз кейінгі жастарды, балаларды білмейміз. Амандасып атса атың кім деп сұраймыз. Сондықтан да барғанда жаңағы әлгі қонақ үй дегенді ұйымдастырған жаңырыспайғанда ол деген жақсы ниет, біз соған қосыламыз. Соны енді ел өздері шешеді ғой, енді Рыспай жаңа өздері шешеді. Біздің бірақ ниетіміз солай енді. Сол енді мына көпшіліктің артында мына жерде отырған әжелердің бұлай өзіміз енді жыбырлап сөйлейсіміз ғой, мына жаңағы молдалықтарың енді. Сол ниеттеріңізді құптаймыз. Сіздердің енді ұстаз болып, үлкендік жол көрсетіп жастарға соған ниетке қосыламыз. Ой, рахмет, айтқаныңыз келсін. Так. Мына арада бір жігіт... Құрметті талсайлықтар, құрметті жамағат, мына жерде үлкен буын, орта буын, кіші буын азаматтар отыр. Я, алыстан жақыннан келген жолаушылар отыр. Талсайлықтар, бәріңізге көп рахмет. Осылай дұғаға келіп, қол жайып, алыста olsun ат терлетіп келгендеріңізге Алла есесін берсін. Құрметті жамағат, мен де бір ауыз сөз, Талсайда тұрмасақ та, сол жақта өстік, өндік. Әкеміз қойшы болды, қой бақты, маңдай терін төкті. Шешеміз де атқа мініп, районный депутат болды, ат мінді Кәрбаев ағамыздың қолынан. Сондай маңдай терін тегіп, төгіп, сол жаққа еңбегін сіңірген азаматтардың бірімін. Мен болсам да, электрик болып 17 жыл жұмыс істедім, сол жақта. Бүкіл электрдің жағын. Енді сіздерге айтатыным, мақтана мен бұлай айтқанда, бізде талсайлықтар енді осындай ұйымшыл, сондай бір нәрсе болса қосылып кетеді. Міне ұйымдастырған азаматтарға көп рахмет. Жаңа тілектерге бәріне қосыламын. Сосынға айтатын бір алғысым бар. Бізде Талсайда қор бар. Өте жақсы қор. Былтыр сол қордың шетін қарындасым ауырғанда, сырқат болғанда, сол қордан 500 мың ақша бөлді. Қандай керемет, қандай көмек. Сол өз атынан, мен өз әулетінің атынан сіздерге алғысымды білдіремін. Рахмет. Осындай қор ешкімде жоқ. Сол қорды арман қарай жалғастыра берейік, құя берейік, соған ат салсыңыздар. Жаңағы тілектерге бәріне қосыламын, құптаймын. Рахмет. Сауаптан болсын. Жатқан өткен кісілер, аталарымыз, бабаларымыз жатқан жерлер жарық болсын, топырақтары торқа болсын, жандары жәннатта, тәндері рахатта болсын. Беріп атқан астарымыз Алла Тағала қабылдыққа жалсын. Әумин. Ой, Марат, рахмет. Мынау жаңағы мына қарындастарымызға айтып атқанда, мынау жастарға айтып атқанда бір шауыз бір өлең шағып кетіп еді аузымнан. Сіздерге оқып берейін, мынау жазылған. Жүрегім аузыма тығылып, жетпей тұр ауа кеудеме. Жерлесім кебінге таңылып, түскендей рухың қабірге. Тамырың шығып, булығып, жыларман күй жүректе, жасынан қабірге көміліп, жерлестер кетті мәңгіге. Талсайлықтар тұр түнеріп,
қайғысын салып бөліске, жерлестер жүр жиналып, Құран бағыштауға аруақтарына бірге деген. Ал енді мынау, тағы да мынау үлкен столда отыр. Мынау Қоқаш ағам баласы мынарда Жангелді отыр. Мәркеш аға, баяғыда мына Талсайда кім жұмыс істемейді дегенде осы, қой не өле береді дегенде, веттехниктер жұмыс істемейді деп айтып жүреді. Сол, бірақ ол осы мына веттехниктер керемет жұмыс істейтін. Осы мына мәкеңдердің кішкентай кезімізден жаңағы бір өлеңге де қосқаным бар. Талай тот яйында болдық. Стрижкада сонау 6 айды өстік. Жәке, бір өзің тілегіңді айтып қойшы мынау. Ассалаумағалейкум, құрметті ел азаматтары, азаматшалары, үлкен ағалар, апалар. Мына енді бүгін сондай бір рәсімді ұйымдастырып, мына қабыл болсын. Мен өзімді енді айта кетсек, біз енді Талсайды салуға сонау Көкшетаудан көшіп келдік. Міне Аллаға шүкір, міне әке шешем, әкем Қоқаш, шешем Сәлимаш Талсайда жатыр мінекей. Сол енді Талсайда мектепті бітіріп, ауылыма асығып келіп, осы еңбек істесем екен. Жан-жақта шақырыс болды, жоқ ешқайда бармайым, тек қана Талсайда қызмет істеймін дедім. 17 жыл қызмет істедім, Аллаға шүкір. Ағы мал аман болсын дейді ғой енді. Біздің мен ветеринария саласында істегеннен кейін мал жан аман ба дегеннен басталады, сол амандық саулықта болдық. Аллаға шүкір. Міне мынау енді бүгінгі ұйымдастырушыларға көп рахмет. Міне жаңағы әкелерімізді айтып жатыр, көз көргендер. Міне жаңағы Думан, оның әкесі Толқынбек марқұм жатқан жері әлі болсын. Сол біз үйленгенде біздің некемізді қиған ол кісі. Соның баласы, міне Аллаға шүкір, жастар жетіліп, мінекей. Қазір бұрынғыдай Талсай емес, Талсайдың азаматтарының көбісі жағдайы түзеліп, кішкене. Әрбір отбасылары қуанып жатасың, анау үй алыпты, анау мәшина алыпты, барлығы жағдайлар жақсы. Мынау елімізде қор бар, мінекей. Сол қорға ат салысып жатырмыз. Ол әлде кішкене аздау ма деп ойлаймын. Соған ат салысуға шақырамын. Қандай көмек керек болса, міне ауылдың азаматтары мен қазір дайын деп ойлаймын. Қандай көмек керек, қандай іс-шара істеу керек. Бұндай көріп жүрміз ғой, мұндай қорлар басқа совхоздарда анау ондай жоқ. Естіп жүрміз ғой. Міне өткенде анау Рысбай аға бастағанда жаңағы не өткізді? Көкпарды өткізді. Енді ұйымшылдықпен жақсы өткізді. Міне қандай іс-шара болсын Талсай атқарады деп сенемін. Ал енді осы оқылып атқан дұғамыз қабыл болсын. Аруақтардың жатқан жері жарық болсын. Алладан рахым болсын. Рахмет жігіттерге. Рахмет. Талсайда 3-ші отделениеде болсын, мынау Қылышты отделениеде жаңағы бөлімшені басқарды. Мынау Талсайда осы дискоклубты бастап, жастардың басын қосып, дәс сол кейде ойлайсың осы дискоклубты. Елеуіп Сәрсен атындағы клуб деп айтуға да болатын еді. Мынау енді мынау жолдасыңыз, мынау жаңағы Думан ініміз, жаңа молда қып сайлап жатырмыз, жиналып жатырмыз, өзіңіздің бір тілегіңізді айтып қойыңыз. Құрметті ел азаматтары, бүгін ұйымшылдықпен бәріміз міне үлкен ас беріп жатырмыз әруақтарға. Бәрі қабыл болсын. Мәнаш апай ұсынып жатыр. Біз енді, мен сізге бір кішкене әңгіме айтып кетейін, біз енді 61 жыл Талсайға келдік. Сол уақытта ауылдың сельсоветі болмай, ауылдың почтасы болмай, статус бермейді поселкаға, елге деп, ауыл деп. Сондықтан біздің әкемізді Талсайға бірінші завпочтаға жіберді. Сол жақта рация болды, сол кезде связь болды. Сол кісі самолет қабылдап пошталатын. Қалдай ағамыз бірінші сельсовет болды, Қабдудың әкесі. Әріге дейін есімде ме.
62 жылы мен 1-ші классқа бардым, сол жақтан оқу бітіріп, міне біраз салада қызмет істедік. Енді болса, енді Шапайдың айтқан бағана ұсыныстарына маған өте ұнайды. Міне менің ойымша, мен қолдаймын Толқынбек деген ағамыздың, бұл кісінің Толқынбектің әкесі де молда болған Талсайда бірінші. Камила деген әжеміз біздің 4 молда шығарған. Қажыбек молда, Әлсен, Қойшекең, тағы молдаларды соғыс оқытқан. Камила менің үлкен әжем, Шылынбайдың шешесі. Сондықтан міне мен Думанды қолдаймын. Өйткені қазір бұған молдалық деген статус болу керек кәдімгідей. Ол оқу керек. Ол мешіттен сабақ алу керек. Сондықтан қазіргі уақытта мұсылмандықты әрбір ағынға жіберіп атқан осы оқымаған молдалар ғой енді. Кейбір жерде ташбық тартады, кейбір жерде ташбық тартпайды, намазын шығармайды дегендей. Сондықтан міне Талсай болсын, Талсайдан адам шығарсақ та, ошақтан шығарсақ та оқып кәдімгідей өзі ар жағын тереңдете берсін, білімін дегендей. Сол менің айтатын бәрі қабыл болсын. Мұсылымбекке көп рахмет, көп өлеңдерін оқып отырам. Міне арамыздан бір ақын шығып отыр, міне кәдімгідей міне көп жақсы бір әңгімелер айтады, есік алады. Оның бәрі біздің есімізде, бәрін оқып өзім өте ризамын. Рахмет Мұсылманбек. Бәрі жақсы болсын, еліміз амандық болсын. Бағана айтқан еді, гостиница деген дұрыс. Ана ауылға барғанда кімнің үйіне бара бересің? Барғанда бір жерге барып демалу керек. Сондықтан бірдеңе салып, сол ұйымдастырайық, қосылайық, қордан ақша берейік соған. Сол, рахмет сіздерге. Секе рахмет. Так, мына арада менің Айжарқын Ашмұханов ағам балалар отыр. Секе. Ассалаумағалейкумдар, саламатсыздар ма? Айжарқын Серік сөйлеп тұрған. Мына бағанадан тыңдап отырмыз. Мына шараны ұйымдастырғандарға үлкен көп рахмет. Бұл жайдан жай емес, аяқ астынан жиналған емес. 2-3 ай болды. Мен Шапай ағам бір дұғаларда осы мәселелерді көтеріп еді. Кейін кезде осындай қаншама адамдардан айырылып жатырмыз, о дүниелік болып жатыр. Оның үстінен Ырсеке, кішкене жаңа ашуға болып кеттіңіз, ренжімеңіз. Бұл енді сіз ел азаматтары группасында отырсыз ғой. Бәрі айтылып жатыр сөз жерде. Сондықтан мына Шәкеңе ренжімеңіз, бұл кісі жалғыз өзі шешіп отқан жоқ. Жаңа бәрі бірігіп, міне жанында Мұса ағамыз жүр, бәрі жүр. Сонымен шешіп атқанымыз ғой, сосын ел болып. Енді қатты кеткен жерлер болса, сабыр етіп, әрқарсай жалғастыруға жазсын. Әрқашан біз бір-бірімізді сыйлап жүреміз. Мына әр азаматтың 3 жұрты болса, біз 4-ші жұртымыз. Бір елміз, Құдайға шүкір. Қайда болса да жиналып жүреміз. Бір-бірімізді сағынып жүреміз. Қауышып, қуанып, көріп жүреміз. Оның үстіне мына жаңағы имам, молда сайлайық дегеніміз, енді өздеріңіз білесіздер, даже бір үйден 3 адам да кетіп қалғанда үйлер болды. Жаңа Думанды көрдіңіздер ғой, ол да жүрегі жаралы. Сондықтан әркімге нете беруге болмайды. Шапай ағам туған баласынан айырылып қалды. Мен бауырымнан айырылып қалдым. Сондай себептермен жиналған адамдарымыз мұндай жерде. Сондықтан бір-бірімізбен жылы сөйлеп, бір ағайын туыс боп, бірігіп, осы Талсай өзі де айтып жүреді, мен естіп жүрем. Талсайдың азаматтары керемет ұйымшыл деп. Осылай ұйымшыл болайық әрқашан. Бір-бірімізді батыр деп ер азаматтар қолдап жүрейік. Енді мына Думанды молда дейміз. Думан енді әрине Толқынбек молдамен мен көрші болдым қаншама жыл. Ана жолы Думан өз үйіне шақырып, үйінде де болдым. Үлкен бір шаһары бар екен. Оған қуанып та қалдым міне. Енді міне бұл молда жалдап отырған, сайлайын деп отқанымыз, енді өздеріңіз білесіздер. Талай жерде намазын шығарып жатқанда, мына апамыздың жатқан жері ана деп айта салады кейбіреу. Атын да айтпайды кейбір молдалар. Мен оны да көріп жүрмін. Шын ниетпен шығара алмайды да, даже тез алады да шығарып жібереді. Сондықтан мына біздің өзіміздің танитын, арамыздан шыққан адамдар шын ниетпен, шын жүрекпен шығарып салады. Қайсында болсын деді.
Құдай сақтасын, енді тек жақсылық болсын, ондай қиындықтар болмасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ой, рахмет. Көшкенмін, көшіп кеткен бұл ауылда. Еспейді киіктермен қасқыр арлан. Қалыпты тек ұйтқып соққан боран. Қирап қапты мектебімді дәріс салған. Көшкенмін, көшіп кеткем Талсайдан. Әр асып баршынменен қорғалжыннан. Ауылымнан басқа жерге көшсем дағы, ұқсайды екен аспандағы жұлдыздары жымыңдаған. Көшкенмін, көшіп кеткем қалмай көштен. Құралайдың салқын өтті өңменімнен. Есіме тек түсіреді ауылымды, халық қойған жусан иісі көйлегімнен. Көшкенмін, көшкеннен соң жора жолдас. Құландарды өткізбей құлан өтпес. Құстардай жылы жаққа күзде қайтқан. Сағынып келеді екен ауылдастар бата қылған. Ауылымда қарсы алады, тек қана кіреберіс сұрғылт дүкен. Ренжігендей талай кәмпит алып жеген. Көшкенмін, ел көшкен соң қалмай көштен. Торда отырған торғайдай ұшып кеткен. Рахмет. Осы өлеңнің бәріңіздің ойларыңызды жазып отырмын да. Жаңағы мынау, бұл енді жаңағы түкен деген бұл гостиница деген ол коммерческий вопрос қой. Ауылдың бір жігіттеріне беру керек. Ана бірдеме ашып қойса, расында да кімнің үйіне бара бересіз. Қабду Қалдаевич ауырып отырмын дейді ол кісі. Ал енді мынау уақытымыз кеп қалды, тағы бір 25 минуттай уақытымыз бар. Кім Балшекер жеңге бірдеме айтыңыз. Жоқ, енді мұнараға шығып тұрып кәдімгі айтыңыз. Анау жас кезімізде сіз анау жаңағы ақ жайыққа басқан кезде, Құдай салмасын, клубтың бәрін басына көтеріп, жап-жас кезіңізде анау Гүлжан апаныңыз үйден анау тұрмысқа кетті осы кісі. Темкен ағай анау пештің артынан келіп тұрушы еді, соны көрген біз сізді жас кездеріңізден білеміз, солай өскенбіз ғой. Жарайды. Не бүкіл секретімді айтып жатсың ғой. Жарайды, рахмет ол. Мынау енді жаңа үлкендер сөйледі ғой. Сол үлкендердің тілегіне де қосылам. Бір жағынан енді мен сол Талсайда тумасам да, сол жерде өспесем де, бірақ барып сол жерде өсіп өндім. Талсайдың енді жаңағы мынандай неме енді келіп сол жерде елді, халықтың мына жерді бәрін жатсынбай, сол жерге мен тастай батып судай сіңдім. Сол жердің мен қадірлеймін, қастерлеймін. Әрбірдесі мен ана төркін жағымда әлі жаңа танып жатырмын. Мына Талсайдың бір Талсайда бір той болады, бір қой қоздап той болады десе, мен тұра жүгірем, көзіме жас алам. Ұмытпаймын мен Талсайды. Есіме түссе барлығы сол өсіп өңгеніміз, аталарымыздың, енелеріміздің, туған туысқандарымыздың жатқан жері барлығы жақсы. Мына дұғаларыңыз ұқсатып, осындай стол жасап, дастархан жайып отырған жастарға көптен көп рахмет. Енді мен мына сөйлеймін деп ойлаған жоқ едім. Мына кім Мұса болмадың ғой, қарағым. Енді сосын айтып жатырмын аузыма, бірақ айтпесе кішкене дайындалып келетін едім, доклад сияқты қып. Сол енді бастарымыз аман, деніміз сау болып, бауырымыз бүтін болып, жақсылықта, амандықта, ауылымыздың той думанында кездесуге бәрімізге жастар нәсіп етсін. Жастар аман болсын. Біз міне Аллаға шүкір қандай болып бала болып барып, енді үлкен әже болып 80-ге келіп қалдық, Аллаға шүкір, тәуба. Сол енді жасымызды айтпаймыз енді, бірақ жасымыз жасқа келіп қалды, біразға сол ары қарай жасай беруге, сіздердің тойларыңызды, қызықтарыңызды көруге Алла бәрімізге нәсіп етсін. Ал, рахмет, мынау уақытымыз болып қалды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا
بالصبر والصلاح إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah subhanallah ta'ala osoqan Qur'an surelerinden boğan doların savaptарын Peygamberimiz Cennet Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah dep niyet etken jami boğan musulman müminlerine және amin деп қолдарын жайып отырған осы мүминдердің дүниеге еткен ата баба туған туған жаттарын рухтарына деп бақсатым. Күллі жақсы күн өңірінде жатқан аруақтардың рухтарына әділет бақсатым Алла. Жатқан жерлер жайлы жандар жанаттан, жандар рахаттан болсын. Артындағы ұрпақтарына ғұмыр берсін, біліп білместен қателіктерін бәле жыладан қағаз қып, ауру сырқаудан аман қып, ойлаған мақсаттарына жүзуге Алла нәсіп етсін. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан нар. Бирахматик Аллах акбар. Ал мынау Шапай молда бір дұға оқып жіберсін, сосын тұрамыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahman-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakima sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim velezzâlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluwakum eyyuhum amala ve huvel azîzul gafur. Ellezî halakas sab'a semâvâti tibâqa ma tara fî halqi rahmani min tafawati farjul basara hal tara min futur. Summarjul basaru karatayna yankalib basaru khasiyu wa huwa ghasir. Walaqad zaynana as-samaa'a wad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujman lish-shayatani waqtadna lahum ghazabis saghir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وهو العزيز الغفور. إذا الخفق سمع لها شخيخ وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته أياتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا من نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال خبير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إلى آمين يا жаратушы иншалла. Осы оқыған сүрелердің сауабын әуелі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға, әмбие мен әулиелерге, ата бабаларымызға, әке-шешелерімізге, осы отырған жамағаттың о дүниелік болған үш жұртына Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат, және жақсы көңіл бойында жатқан талапкер, талсай, ақмола қорымдарында жатып дұғадан атаусыз қалған мүмін мұсылмандардың баршасына Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат. Я Раббым Алла, жатқан жерлерін жайлы топырақтарын торғағып, біліп те білместен қателіктерін кешіріп, ғафурақ сипатымен жарылқай көр. Алла, беріп атқан Құдай садақаларымызды қабылдыққа жаз, шалған құрбандығымызды қабылдыққа жаз. Басымызға амандық, дендерімізге саулық беріп, Алла, осындай ұйымшылдығымыз жараса берсін. Халқымызға, елімізге тыныштық, халқымызға бірлік берсін. Роббана атина фид дүния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабнар. Вассалаллаху ала хайри халқики Мухаммадан ва ала алейхи сахби аджмаин. Я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар. Расын қыдырдарсын, тымақ бірлік берсін, дастарханның байлығын берсін, денің саулығын берсін. Өліге иман берсін, тіріге береке берсін. Астарымызға адалдық берсін, бастарымызға амандық берсін. Не берсең, Алла тағала қайырмен берсін. Осы дастархандарымыз жайлы болып, тағы да басымыз аман сен осындай кең дастарханда қуанышпен ғана қосыла берсін. Әлхамдулиллахи раббил алямин, рахманир рахим. Аллаху. Ой, рахмет. Мынау ішінде біреуге беру керек. Осы жылда бір рет жиналып тұруға қайсысы біреуіне осы мынау. Сосын анау елдің азаматтар деген жаңағы группада айтамыз. Рахмет бәріңізге де. Бала шағаларыңыздан қызығын көріңіздер.